Сәлем достар, ойын кино әлемінің алғашқы шығарылымына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге микрофон алдында Самат Құдайберген. Және бүгін өткен аптада болған жаңалықтармен танысамыз. Жаман жігіттер 4 фильмінің түсірілімі Уилл Смиттің арқасында тоқтатылады деген қауесет тарады. Уилл Смиттің Оскар марапаттау рәсіміндегі мінез-құлқы көптеген көрермендерді қызықтырып, көрермендер назары төмендеген шоудың рейтингін сәл көтергенімен, мұндай әрекеттер толығымен жауап салдарсыз қалуы мүмкін емес. Белгілі болғандай, актер өзінің мінез-құлқының жиіркенішті және ақтауға болмайтынын айтып, кино өнері және ғылымдары академиясынан кететінін жариялаған болатын. Бұған дейінде ол 2 рет кешірім сұрап сөз сөйлеген болатын. Бірақ бұл жеткіліксіз болған сияқты. The Hollywood Reporter басылымының хабарлауынша, Sony Pictures Bad Boys оқиғасынан жаңа фильм түсіру жұмыстарын тоқтатты деп айтты. Алдыңғы 3 бөлімдегідей басты рөлді қазір жанжалға ұшыраған Уилл Смит ойнауы керек болатын. THR мәліметтері бойынша жаман жігіттер 4 белсенді өндірісте болып, ал Смит өзінің 40 беттік сценарийін Оскар оқиғасына дейін алған болатын. Енді болған оқиғалармен байланысты түсіру процесі уақытша тоқтатылды. Голливуд институттары мен қоғамдық пікірге Уилл Смиттің енді академия мүшесі емес екендігі жеткілікті бола ма? Әлде жою науқаны оған одан да қатты әсер ете ме? Әлі де белгісіз. Бұл арада тағдырдың тәлкегіне себепкер болған және мүмкін бастамашы болған Уиллдің әйелі Джада Пинкет Смитте не болып жатқанын түсіндірмеді. Ал Крис Рокқа келетін болсақ, Оскар сыйлығында өнер көрсеткеннен кейін оның қаламақысы айтарлықтай өсті. Егерде жағдайлар бұлай бола берсе, онда жақында ресми түрде жарияланған Мен аңызбын 2 фильмінің болашағына үлкен алаңдаушылық бар сияқты. Себебі Netflix стримингтік жүйесі Уилл Смитпен бірге келешегі зор фильм жобасынан бас тартты. Әңгіме Оскар сыйлығының иегері басты рөлді ойнау керек болған Fast and Loose деп аталатын криминалдық драма туралы болып отыр. Фильмнің оқиғасы қастандық әрекетінен кейін есте сақтау қабілетін жоғалтқан қылмыстық авторитетке арналуы керек еді. Ол дәлелдемелерді жинақтай отырып, өзінің 2 жақты өмір сүргенін біледі. Бір жағынан ол заңдағы бай ұры, ал екінші жағынан ЦРУ-дың банкрот агенті. Стриминг жобаны басқа шығармашылық топпен жалғастыра ма, жалғастырмай ма, әлі белгісіз. Айта кетейік, Смитте енді бір ғана перспективті кино жобасы қалды. Ол оңтүстік штаттардағы құлдық кезінде орын алатын Apple Plus стриминг жүйесінің эмансипация атты драмасы. Көрсетілім 2022 жылы дебют жасауды жоспарлаған болатын. Бірақ премьера осы күнге дейін әлі нақтыланған жоқ. Ал компания бұл мәселе бойынша түсініктеме беруден бас тартты. Жігіт есімді жігіт қайтып оралатын болды. Еркін жігіт комедиялық фильмінің жалғасы жоспарға қойылды. Алғашқы фильмнің кинотеатрларға шыққан бойда оның жалғасын қажет екені бірден белгілі болған сияқты. Ал Райан Рейнольдстың өзі болса, бұған 1 минутта күмәнданбаған сияқты. Дегенмен, бұл енді ресми түрде жарияланған ақпарат. 20 ғасыр орталық студиясының президенті Стив Аспел жалғасы туралы сұраққа жауап бере отырып, жұмыстардың қызу жүріп жатқанын растап қана қоймай, фильм тек болған оқиғаның жалғасымен шектеліп қана қоймай, оның әрі қарай басқада бөлімдері шығуы мүмкін екенін де айтты. Жақын күндері дайын болатын сценарийді күтіп отырмыз. Шынымды айтсам, бұл фантастикалық оқиға. Алда бізді көбірек компьютерлік әлем, көбірек басты кейіпкерлер туралы фильмдер күтіп тұр. Сондықтан біз өте қызу жұмыс үстіндеміз, деп айта кетті. Бұл тағы бір жалғасы ма, әлде спин-офф па? Әзірге тек соны болжап, алдағы тағы басқа ресми ақпараттарды күту қалды. Бүкіл негізгі құрам жалғасы үшін қайта оралады деп күтілуде. 30 наурызда басты рөлді Оскар Айзек сомдаған Marvel комикстерінің Ай серісі жаңа телехикаясының премьерасы өтті. Оқиға жеке басының бұзылуынан зардап шегетін жалдамалы Марк Спектор туралы айтылады. Ол мысырлық құдайдың күшіне ие болып, бірақ алған сыйлығы көбірек қарғысқа ұқсайтыны жайлы. Себебі аурудың салдарынан Марк бір денені басқа тұлғалармен бөлісуге мәжбүр. Ал қабілеттердің өзі ең қолайсыз сәттерде көрінуі мүмкін. Сыншыларға жобаның алғашқы бөлімдері ұнады.
Бірақ көрермендер премьерадан одан да үлкен ләззат алған сияқты. Жаңа Marvel'дың шоуы қазіргі уақытта кәсіби шолушылардан 69%, және Metacritic'те тұрақты пайдаланушылардан 10-нан 7,6 ұпайына ие. Ал Rotten Tomatoes бойынша жағдай одан да жоғары. Сәйкесінше 83% және 93%. Телехикая барлығы 6 бөлімнен тұрады. Екінші бөлімінің премьерасы 6 сәуірге жоспарланған. Ойын жаңалықтары. Әр жыл сайын LA-де өтетін E3 2022 жылы онлайн өткізілетін болды деп, содан кейін толығымен бас тартып, артынан кейін қайтадан өткізіледі деп ақпарат таратқан болатын. Нәтижесінде ойын-сауық бағдарламалық қамтамасыз ету қауымдастығының ұйымдастырушылары осы жылы көрмеден бас тартып, 2023 жылы әдепкі форматында оралуға уәде берді. Ұйымдастырушылардың мәлімдемесіне сенсек, E3 2023 жылы қызықты жаңа бейне ойындар мен индустриялық инновацияларды атап өтетін жаңартылған оқиғамен оралады. E3 2022 жылы өтпейтін болғандықтан басқа шоулар толығымен ашылуына дайын. Мысалы, Future Games Show мен PC Gaming Show геймерлерді жазғы маусымда жаңа трейлерлер мен хабарландырулармен қуантуға дайындалуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олар эксклюзивті материалдарды халыққа ұсыну үшін қазірдің өзінде баспалармен және студиялармен келіссөздер жүргізіп жатыр. Олардың ішінде трейлер, геймплей клиптері, әзірлеушілермен сұхбат және тағы басқа көптеген ақпараттар бар. Future Games Show 1 сағаттан астам хабар таратады, ал PC Gaming Show авторлары әлі ұзақтығын шешкен жоқ. Екі хабар да бір күнде 12 маусымда өтеді. Нақты уақыты әлі жарияланған жоқ. Ал көрермендер шоуды Twitch, YouTube және ұйымдастырушылардың басқа әлеуметтік желілерінде ағынға қосылып, толықтай тамашалай алады. Инсайдердің айтуы бойынша Ubisoft студиясы тағы 4 ірі жобамен жұмыс істеуде. Бір қатар ақпараттардың ағып кетуімен ерекшеленетін беделді инсайдер Том Хендерсон Ubisoft-тағы жағдай туралы айтты. Оның айтуынша, әзірлеушілер 20-ға жуық түрлі ойынмен айналысқан. Енді олардың тағы 4 ірі жобаны жасай бастағаны белгілі болды. Әзірге ресми түрде тек Ubisoft-та 10 ойын әзірленуде. Оның ішінде Prince of Persia: The Sands of Time және Tom Clancy Splinter Cell ремейктері бар. Ал қалған жобалар жайлы әзірлеушілер нені жүзеге асырып жатқандары туралы елестету қиын. Жаңа ойындар дамудың өте ерте сатысында болуы мүмкін. Өйткені дәл қазір қызметкерлердің негізгі бөлігі Avatar: Пандораның шекаралары, Skull and Bones және басқа да танымал атаулармен айналысып жатыр. Инсайдердің сөзіне қарағанда, 4 жаңа өнімнің арасында мүлдем жаңа ойындар да, белгілі франшизаларға негізделген жобалар да бар. Сіз Steam Deck'те 2000-нан астам ойынды ойнай аласыз. Valve жаңа Steam Deck консолі қолдайтын жобалар санының артуы туралы хабарлады. Енді портативті консольде 2000-нан астам ойынды іске қосуға болады. Сонымен қатар олардың жартысы консольмен толығымен қамтамасыз етілген. Еске салайық, толық қолдау ойынды ешқандай қосымша операцияларсыз орнатуға және іске қосуға болатын жағдайда жарияланады. Ішінара қолдау болған жағдайда ойыншылар бейне көлемін немесе сенсорлық экранды басқару элементтері сияқты бір қатар баптауларды қолмен орнатуы керек. Қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейтін ойындарға үшінші тарап бағдарламаларын қолдауды қажет ететін ойындар кіреді. Негізінен олар читерлік алдауға қарсы бағдарламалар. Valve компаниясы 4 сәуірден бастап Steam Deck'тің екінші партиясын тапсырыс берген тұтынушыларға жол тартатынын хабарлады. Осымен өткен жаңалықтар тізімі аяқталды достар. Саусақты жоғары басып, арнаға жазылып, пікір қалдырып, бастап жатқан ісімізді қолдап жіберіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.